Қазақ қоғамында қазір дамып жатқан 4 қана сала бар. Ол үй, тамақ, аурухана, содан кейін осы үшеуінің арасында жүретін көлік саласы. Яғни үй, тамақ деп отырғанымыз ол не? Құрылыс саласы дамып жатыр. Бұл біздің үйіміз үшін керек, яғни өзіміздің өмір сүруіміз үшін керек. Екінші тамақ саласы, мейрамхана, тойхана, тағысын тағы. Одан кейін үшінші, жалпы қазақ халқы тамаққа былайша айтқан кезде тойып алып, ұйқыға кетеді. Ұйқыға кетеді де ол ауырады. Содан кейін ауруханаға барады. Осы үшеуінің арасында жүретін одан кейін көлік саласы бар. Яғни барлығы көлік алғысы келеді. Осы 4 сала бізде кәдімгідей өте күшті қарқынды дамып жатыр. Бірақ білім саласы, ғылым саласы, басқа да мына IT технология деген сияқты салалар тұралап тұр өкінішке орай. Сондықтан да қазақ халқы, қазақ қоғамы осы 4 саланы ғана дамыта бермей, біз руханияттың, ғылымның дамуына қарай көбірек назар аударуымыз керек.